Сәлем достар, бүгін біз сіздермен маш, жасымық, күріш қосылған көже дайындаймыз. Ең алдымен осы 3 дәнді өзіңізге қажетті мөлшерде алып дайындап аласыз. Тастарын теріп, содан кейін пиязыңызды, етіңізді жақсылап қуырасыз, томат қосасыз. Содан кейін су құйып қайнатасыз. Қайнаған суға жасымық пен машты салып, әбден уылжып піскенге дейін баяу отта қайната бересіз. Кейіндеу пістау деген уақытта күрішті саласыз. Күріш демде піседі ғой. Содан үшеуін тағы да біраз уақыт қайнатып, әдемелеп кесеге құйып бересіз. Қоймалжың массада әдемі көже болады. Бұл дәруменге толы және де адам бойындағы холестеринді азайтады. Осындай дәндерді көбірек жеу қажет, қолдану керек.